шежіресі еліміздің ең басты құндылығы. Барша қазақстандықтар үшін тәуелсіздік шежіресінің мәні де маңызы да айрықша. Тәуелсіздігіміздің арқасында еліміздің тарихын, тілін, ділін, дінін қайта оралттық. Біз бүгін 2006 мен 2010 жылдар аралығындағы атаулы күндерге тоқталмақпыз. 2006 жылы елордада әлемдік және дәстүрлі діндер басшыларының екінші съезі өтті. Әлемдік және дәстүрлі діндер басшылары Қазақстанды бейбітшіліктің, бірлік пен келісімнің астанасы деп атады. 2006 жылы Астанадағы Ақорда резиденциясында Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың ресми түрде қызметіне кірісуіне арналған салтанатты ұлықтау рәсімі болып өтті. Қазақ тілін қолдау жылы болып жарияланды. Тіл ұлттың тұғыры, ұрпақтың ғұмыры. Біле білсек, ұлттық қауіпсіздік тілімізді қадірлеуден басталады. Ұлттық идеология қазақ тілінен, ділінен, қазақ халқының көне тарихынан бастау алады. Егер де біздің мемлекетіміз мыңдаған жылдар бойы қалыптасқан қазақ халқының әдет-ғұрпын, рухын, тілін, идеологияның басты тұғыры ретінде қабылдаса, қазіргі аумалы-төкпелі заманнан теңселмей өтеріміз анық. Тәуелсіздігіміздің қала берді бүкіл қазақ халқының символы іспетті қазақ елі монументінің ашылу салтанатының шымылдығы Құрманғазының сарыарқасымен түрілді. Еліміздің еңсесін тіктеп, егемендік алғалы бері тәуелсіздікке тәбәрік етер мұндай монументтер саусақпен санарлық қана. Қазақ елі монументі халқымыздың көне тарихын, мәдениеті мен жетістіктерін әспеттейтін ауқымды кешен. Монументтің ұзындығы 91 метр. Бұл еліміздің тәуелсіздік алған жылын білдіреді. Оның шар басында самұрық құсы қонып тұр. Бұл тәуелсіз Қазақстанның дамуға, гүлденуге ұмтылған ынта жігерін бейнелейді. Сондықтан алып сәулетті мүсін кешенінің қазақ ел атануы тегін емес. 2009 жылы елімізде тәуелсіздік алғалы бері екінші рет жалпы ұлттық халық санағы жасалды. Осы санақ нәтижесі бойынша Қазақстандағы мемлекет құрушы ұлттың саны тұңғыш рет 63%-дан асты. 90 жылдың басында бұл көрсеткіш 42% ғана болатын. Қазақстан үшін 2010 жыл Европалық қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету мен Астана саммитінің ұйымдастырылуымен есте қалатын жыл болды. Еліміз Европалық қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымы секілді алып ұйымның тізгінін бір жылға өз қолына алып, төрағалықты лайықты атқарды. Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымынан кейінгі орында тұрған әлемдік ұйымға төрағалық етуге Орталық Азия аумағында ғана емес, ТМД елдерінің ішінен ислам дін ұстанушы мемлекеттердің арасынан бірінші болып қол жеткізді. 2010 жылы қазақ халқының біртуар ұлы, Кеңес одағының батыры Бауыржан Момышұлының 100 жылдығы ЮНЕСКО көлемінде тойланды.